Сәлем достар, бүгін бізде математика пәнінен 75-ші сабақ 1-ші сынып есептер шығару. Алдымен бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырмада екі сурет берілген. Суреттерге қара. Егер мысалды дұрыс есептесең, саябақтардың атауын білесің. Оның астында есептер берілген. Кәне амалдарды орындап көрейік. 10 азайтылған 7, 3-ке тең, оған 4 қосамыз 7, оған қосамыз 2-ні тең болады 9. Екінші есепте 6 қосылған 3 9, 9 азайтылған 4 тең 5-ке, және 5 қосылған 5 10-ға тең. Сонда бірінші суретте Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті саябағы, екіншісінде 28-ші гвардияшылар, панфиловшылар саябағы. Келесі тапсырмаға қараймыз. Келесі тапсырма есепті шығар. Саябаққа отырғызу үшін 15 жәшік қызыл, одан 5 жәшік кем сары гүл әкелінді. Неше жәшік сары гүл әкелінді? Қысқаша жазу бойынша кері есеп құрастыр деген. Бірінші бұл жерде жазамыз. Бізге белгілісі бұл қызыл жәшіктің саны белгілі. Жазамыз. Қызыл жәшік 15. Келесі екінші бұл жердегі сары жәшік, сары гүлдің саны белгісіз, бірақ 5 жәшігі кем екендігі белгілі. Енді біздер бұл мәтіннің шешуін табу үшін 15 санынан 5 санын азайтамыз. 15 азайтылған 5 тең 10, жауабы сонда 10 жәшік сары гүл әкелінді. Қысқаша жазылуы бойынша керіге есеп құрастыр. Енді біздер бұл жерге жазамыз. Бірінші сары гүл. Екіншісіне қызыл гүл. Сары гүлдің жәшігі белгілі бұл 10. Келесі қызыл гүлдің жәшігі белгісіз, бірақ 5-еуі артық. Яғни сары гүлден қызыл гүлдің 5 жәшігі артық. Оны табу үшін біздер 10 санына 5 санын қосамыз. 10 қосылған 5 тең 15, жауабы 15 жәшік қызыл гүл әкелінді. Келесі үшінші есепке қараймыз. Есептерге сұлба таңда, оларды шығар дейді. Бірінші А мәтіні бойынша саябақта концерт өтіп жатыр. Бишілер 10 би билеуі тиіс. Олар 3 би биледі, биленбеген неше би қалды? Енді сызбаға назар аударамыз. Бірінші А мәтіні бойынша бізде екінші сызбаға сәйкес келеді. Оны есептеу үшін біздер барлығы 10 биден 3-ті азайтамыз. Келесі Ә мәтіні бойынша концертке бір мектептен 70 бала, ал екінші мектептен біріншіге қарағанда 30 бала артық келді. Екінші мектептен неше бала келді? Бұл Ә мәтінді есепке үшінші сызба сәйкес келеді. Бірінші мектептен 20 бала қатысты, екінші мектептің саны белгісіз, бірақ одан 30-ы артық. Сонда барлығын екінші мектептен қанша бала келгендігін табу үшін 70-ке 30-ты қосамыз. Тең болады 100. Сонда екінші мектеп бойынша 100 бала келді. Келесі төртінші есепті қараймыз. Төртінші есеп бұл салыстыр. 6 дециметр азайту 4 дециметр, жауабы 2 дециметр. 5 дециметр азайту 2 дециметр, 3 дециметр. Әрине 3 артық. 30 сантиметр немесе 100 сантиметр азайтылған 40 сантиметр. 100-ден 40-ті азайтсақ 60 болады. Бұл жерде артық 60 сантиметр.
келесі 30 сантиметр қосылған 10 сантиметр тең болады 40. Екінші жақ бөлігі 40 сантиметр азайтылған 20 сантиметр 20 сантиметрге тең. Сонда 40 сантиметр артық болады. Келесі 5-ші тапсырма. Бос трапезтерге қай фигураны таңдау керек? 3×3 дөңгелек шаршы, дөңгелек шаршы 3×3 шаршы 3×3 бұған жетіспейтіні дөңгелек және бұның іші боялмаған. Осымен бүгінгі есептер аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.